Тарих үздіксіз даму үстінде болатын ғылым. Өткенін білмей, қазіргісі мен болашағын бағалау мүмкін емес. Халықсыз тарих жоқ, тарихсыз халық жоқ деген нақыл бекерге айтылмаса керек. Мәселен, кешегі тәуелсіздік үшін күрес, бүгінгі тарих. Соған орай ақпан айының 15 мен 19 аралығында тарихымызды түлеткен тәуелсіздік атты тарих апталығы өткізілген болады. Олай болса, апталық барысында өткізілген іс-шаралармен танысып өтсек. Дүйсенбі Қақпалма Жексенбайұлы тәуелсіздік бабалар аманаты атты ашық сабағы өткізген болатын. Сейсенбі күні Тәттімбетов Әділханатұлы есімдер туралы жазба деректер атты ашық сабақ өткізген болатын. Сонымен қатар оқушылар арасында интеллектуалды сайыстар өткізілген болатын. Сәрсенбі күні Бұтабаева Мақпал Ермұратовна белсенді құқықтанушы атты сайыс сабағын өткізді. Және де бейсенбі күні Жақсылық Гүлдәурен Жақсылыққызы кім білгір зияткерлік сайысын өткізген болатын. Және де жұма күні оқушылар арасында тәуелсіздік туралы не білесіз атты сауалнама өткізілген болатын. Тұрғыдан қарауымыз керек. Бостандық бодандықтан да қатты сыналады. Елдің азаматтығына атай 30 жыл. Осы аралықта толдық, есейдік, аяқтан нық тұрдық. 1997 жылы 20 қазанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның жаңа астанасы Ақмола қаласы болғанын ресми түрде жариялады. 1998 жылы елордамыз Ақмолаға Астана аты берілді. Апталыққа белсене қатысқан ұстаздар мен оқушыларға және мектебіміздің адал ұрпақ ұйымына алғыс білдіреміз.